Сәлем достар. Бүгін біз өте маңызды, бірақ көп адам дұрыс түсіне бермейтін тақырып туралы сөйлесеміз. Қалқанша без туралы. Мен сіздерге үй жағдайында, оның жағдайын шамамен қалай бағалауға болатынын, қай кезде шынымен алаңдау керегін, ал қай кезде босқа уайымдамауға болатынын айтып беремін. Сонымен қатар, дәрігер сізді дұрыс тексеріп жатыр ма? Ем дұрыс тағайындалған ба? Соны қалай түсінуге болатынын да бірге қарастырамыз. Бастайық. Алдымен қалқанша безіндегі мәселелерді екі үлкен топқа бөліп қарастырамыз. Құрылымдық өзгерістер және қызметтік өзгерістер. Құрылымдық өзгерістер бездің өзіндегі физикалық өзгерістер. Мысалы, түйіндердің пайда болуы, кисталар тінінің біркелкі емес болуы, көлемінің үлкеюі. Ал қызметтік өзгерістер гормон өндіру жұмысының бұзылуы. Гормон тым көп бөлінсе, бұл гипертиреоз. Гормон аз бөлінсе, гипотиреоз. Ең маңыздысы, бұл екі мәселе бір-бірімен міндетті түрде байланысты емес. Яғни, без сырттай өте өзгерген болып көрінуі мүмкін, бірақ мінсіз жұмыс істейді. Немесе керісінше, сырттай бәрі қалыпты, бірақ гормондық қызметі бұзылған болуы мүмкін. Сондықтан оларды әрқашан бөлек қарастырамыз. Құрылымдық өзгерістер туралы. Қалқанша безі мойында орналасқан. Көлемін шамамен елестету үшін екі саусақтың ұшындай деп ойлауға болады. Терінің астына жақын болғандықтан кейде оны байқап қалуға болады. Үй жағдайында нені байқай аласыз? Біріншіден, көзбен қарау. Егер таныстарыңыз немесе өзіңіз айнаға қарағанда мойын аймағы томпайып тұрғанын байқасаңыз, бұл алғашқы белгі болуы мүмкін. Айна алдына барып, иекті жоғары көтеріңіз. Мойынның төменгі бөлігін қараңыз. Егер айқын шығыңқы өзгеріс байқалса, дәрігерге қаралуға себеп бар. Бірақ маңызды нәрсе, егер сырттай ештеңе көрінбесе, бұл бәрі жақсы деген сөз емес. Ұсақ түйіндер байқалмауы мүмкін. Кейбірі бездің артқы жағында орналасады. Оларды тек тексеріс арқылы анықтайды. Екіншіден, симптомдарға қатысты қате түсінік. Көп адам тамақта бір нәрсе тұрғандай сезім болса, қалқанша безден дейді. Бұл әрдайым дұрыс емес. Шынымен без үлкен болып тыныс жолын, немесе өмешті қысса, осындай сезім болуы мүмкін. Бірақ ол үшін түйін айтарлықтай үлкен болуы керек. Егер сезім бірде бар, бірде жоқ, стресс кезінде күшейеді, демалыста жоғалады, онда көбіне бұл эндокриндік емес, психологиялық кернеумен байланысты болады. Үшіншіден, УДЗ туралы. Қазіргі кезде адамдар УДЗ-ге жиі түседі. Соның арқасында көптеген түйіндер анықталады. Бірақ маңызды факт. Түйіндердің шамамен 99% қатерсіз. Бұл жай ғана тіндердің әртүрлі қарқынмен өсуінің нәтижесі болуы мүмкін. Олар өмірге қауіп төндірмейді және көбіне тек бақылауды қажет етеді. Дәрігердің негізгі мақсаты қатерсіз бе, әлде қатерлі ме, соны анықтау. Ал бұл бірнеше кезеңмен тексеріледі. Бірінші УДЗ, екінші қажет болса биопсия. Тек содан кейін ғана шешім қабылданады. Осымен құрылымдық өзгерістердің негізгі тұстарын қарастырдық. Келесі бөлімде қалқанша безінің гормондық қызметінің бұзылуын, гипотиреоз бен гипертиреозды, олардың белгілерін және үй жағдайында нені байқауға болатынын талқылаймыз. Енді қалқанша безінің қызметтік өзгерістеріне көшейік. Яғни гормондар аз немесе көп бөлінген кездегі жағдайлар. Гипотиреоз – гормон аз бөлінген кезде. Қарапайым тілмен айтсақ, қалқанша безі ағзадағы барлық зат алмасу процесіне әсер етеді. Ол жеткілікті гормон бөлмесе, бүкіл жүйе баяулайды. Бұл жағдайда не болуы мүмкін? Әлсіздік, ұйқышылдық, көңіл күйдің төмендеуі, ісіну, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыш болуы, салмақ қосу. Әйелдерде цикл бұзылысы, ерлерде потенция мәселелері, іш қату. Бірақ бір маңызды мәселе бар. Бұл белгілердің көпшілігі нақты осы ауруға ғана тән емес. Кез келген адам жұмыс аптасының соңында өзінен бірнешеуін таба алады. Сондықтан үйде нақты диагноз қою мүмкін емес. Тек өте айқын жағдайларда ғана күмәндануға болады. Бет қатты ісінуі, тұрақты ұйқышылдық шаштың қатты түсуі, шектен тыс шаршау. Мұндай кезде анализ тексеру орынды. Әдетте негізгі көрсеткіш
ТТГ гормоны, бірақ оны өз бетінше түсіндіру дұрыс емес. Нәтижені жас, жүктілік, басқа гормондар сияқты факторларды есепке алып, дәрігер ғана бағалай алады. Гипертиреоз, гормон көп бөлінген кезде. Бұл керісінше жағдай, зат алмасу тым жылдамдап кетеді. Адамда байқалуы мүмкін, жүрек қағуы, мазасыздық қысымның жоғарылауы, көңіл күйдің тез өзгеруі, жиі іш өту, қатты тәбет, бірақ салмақ қосылмауы, шаштың түсуі, терінің жұқаруы. Ұзақ емделмесе, сүйек әлсіреуі мүмкін, үйде байқауға болатын бір белгі. Кейде көздің алға шығып тұрғандай көрінуі байқалады. Бұл белгілі бір аутоиммунды жағдайларда кездеседі. Өзіңіз тексеру үшін ескі фотоларыңызды салыстырыңыз, айнада қараңыз. Қалыпты жағдайда қарашық толық ашылып тұрмайды, қабақ сәл жабады. Егер бұрын болмаған өзгеріс байқалса, дәрігерге қаралған дұрыс. Тағы бір жанама белгі — эмоциялық тұрақсыздық. Көңіл күйдің өте тез өзгеруі, ашулану, жылау, қайта тынышталу, кейде гормондық теңгерімсіздік белгісі болуы мүмкін. Сонымен қатар, тоқтамай тамақ жеп, бірақ салмақ қоспау тексерілуге себеп. Ауырсыну туралы. Көп адам қалқанша безі ауырама деп сұрайды. Көп жағдайда жоқ, бірақ сирек жағдайларда вирус инфекциясынан кейін қабыну болуы мүмкін. Сонда, мойында өткір ауырсыну, қызба пайда болса, міндетті түрде дәрігерге көріну керек. Келесі бөлімде біз өте маңызды тақырыпқа өтеміз. Дәрігер дұрыс ем тағайындап жатыр ма, соны қалай түсінуге болады? Қандай қызыл жалаушаларға назар аудару керек? Енді ең маңызды сұрақтардың біріне келейік. Дәрігер сізді дұрыс тексеріп, дұрыс емдеп жатыр ма, соны қалай түсінуге болады? Бұл қалыпты сұрақ. Себебі медицина күрделі сала, ал пациент барлық нюансты білуге міндетті емес. Сондықтан назар аударатын бірнеше белгі бар. Қызыл жалаушалар, күдікті жағдайлар. Бірінші, антиденелерді жиі тексеру. Егер сізге әр 2-3 ай сайын ТПО антиденелері, ТТГ рецепторына антиденелер талдатып отырса, көп жағдайда бұның клиникалық мәні жоқ. Әдетте, антиденелер динамикасын бақылаудың қажеті болмайды. Олар бар немесе жоқ. Және олардың саны ем тактикасын өзгертпейді. Сирек, ерекше жағдайларды қоспағанда. Екінші, қалқанша безіне тым жиі УДЗ жасау. Түйіндер ай сайын өсіп кетпейді. Олар жылдар бойы баяу өзгереді. Стандарт бақылау, көбіне жылына бір рет. Егер әр ай сайын жіберсе, бұл негізсіз болуы мүмкін. Үшінші, жиі пункция жасау. Пункцияның мақсаты түйіннің қатерсіз не қатерлі екенін анықтау. Егер нәтиже жақсы болса, қайта-қайта қайталаудың мәні жоқ. Қатерсіз түйіндер кенеттен қатерліге айналмайды, қайта туылмайды. Төртінші, қатерсіз түйінді себепсіз операция ұсыну. Операция тек қажет болғанда жасалады. Қысым жасап тұрса, жытынуға, тыныс алуға кедергі болса, косметикалық мәселе болса, әйтпесе, қауіпсіздік үшін алып тастайық. Қазіргі медицина стандарты емес. Бесінші, диетамен немесе тұнбамен емдейміз деу. Гипотиреоз болса, гормон жетіспейді. Оны тағаммен толықтыру мүмкін емес. Бұл жағдайда ем, гормонды алмастыру. Басқа сиқырлы әдістердің ғылыми дәлелі жоқ. Алтыншы, қатаң ерекше диеталар. Арнайы қалқанша без диетасы ғылыми түрде дәлелденбеген. Егер гормон деңгейі қалыпты болса, адам қарапайым адамдар сияқты тамақтан алады. Жетінші, әшекей, массаж, сүлік, табыл болды. Түйіндерді, моншақ массаж халықтық әдістер жоймайды. Бұл тек миф. Сегізінші, баттарды шамадан тыс ұсыну. Қоспалар дәрі емес. Көп жағдайда теңгерімді тамақтану жеткілікті. Артық қабылдау қалқанша безді жөндемейді. Тоғызыншы, өте аз гормон дозаларын тағайындау. Микродозалар кейде әсер етпейді. Ем әр адамның салмағы мен жағдайына қарай есептелуі тиіс. Сондықтан емнің логикасын түсіндіріп бере алатын дәрігер маңызды. Қалқанша без ауруларын түсіну үшін негізгі 3 нәрсені есте сақтаңыз. Бірінші, құрылым, түйіндер мен өзгерістер. Екінші, қызмет,
Гормон аз ба, көп пе? Үшінші, диагностика, анализ бен тексерудің дұрыс түсіндірілуі. Ең маңыздысы, өз бетіңізше қорытынды жасамаңыз, бірақ сұрақ қоюдан қорықпаңыз. Емнің мәнін түсінуге тырысыңыз. Ақпарат үрейлену үшін емес, дұрыс шешім қабылдау үшін қажет.